Алланың қалауымен майын ауыстырдық трактордың. 250 мото частан кейін. Енді мұнда воздушный фильтр. Табақтың ішінде майы бар деп едік қой. Соны аламыз. Мынау барашық дейді ғой. Соны бұраймыз. Ар жақтан рас, ар жақтан рас алып шықтық. Бұлай алып шығамыз. Ішінде мінеки айтқанымдай май бар. Мынаның ішінде сосын сетка дегенде нелер бар, дөңгелек фильтрлар бар. 3 шуы бар. Сол шуын бұлай қолмен алып шығу керек. Мынаны майын құйып ұстап, мына ішіндегі бәрін жуып, соляркамен кептіру керек. Мынауыны, бірінші мынауынады. Екі жағында мынандай құлақшалар бар. Стопыр сияқты тұрады. Екі жаққа бүйтіп жіберіп, астына бассаңыз алынады. Мұнда ұстап тұратын фильтрларды. Бұларды жуу керек обязательно. Міндетті түрде. Сосын мінекей фильтрлардың өзі. Мынау бастапқы фильтр. Бұл ірі мусорларды жинайды. Шөп шапқанда, басқасы істегенде үстірді мынандай нәрселер шығады. Келесі одан кішкене тығыздау. Мінекей тығыздау. Анадан өтіп кеткен қалдықтарды, керек емес заттарды осындай жинайды. Үшіншісі бар. Тұм мынандай тып-тығыз ұп-ұсақ нәрселерді ұстайды. Осыдан кейін ештеңе жоқ. Сосын камера сгорания дейді ғой, воздух босаңыз камера сгорания керек. Әрине турбина. Енді бензинді мынандай кеңсілген канистрға алып құйдық міне. Одан кейін жаңағы сеткаларын алып жуып, оны қағып, енді кептіріп жатырмыз бұйырса. Мынаны қап-қара болған совсем бұл. Енді қазір бензинмен жуғаннан кейін кішкене тазарды Алланың қалауымен енді кептіріп қойып жатырмыз. Мынау енді жаңағы ең астыңғы жағы мынау кәдімгідей табақшасы. Бұны енді бұлай қарасақ, бұл кәдімгідей мына жерде сондай лай екенін көруге болады. Міне. Сонда топырақ сияқты нелер бар. Міне. Тағысын тағы саусақпен бұлай қазған кезде міне мынандай нелерді көруге болады. Бұны алып жуу керек. Бұны жуғанда бензинмен де жаңа жусам болады. Иншалла. Жаңа сеткаларын жуғандағыдай. Оған дейін сеткада кеуіп қалады бұйырса. Мынандай щетканы алып қолданса болады. Яғни жуып. Қаншама слой. Мына жерде грязь кетті міне. Жаңа қырып алған кездегі абайлап. Енді міне мына соң қалғанын жуып отырмын. Так, мынаны жудық міне. Алланың қалауымен. Осылай тап-таза болу керек. Кептіріп қойған түрім енді. Қас салу керек бұйырса. Енді қайтадан салудан бұрын ең бірінші мұны жаңағы дизмасло дедік қой. Соны алып құямыз. Мына жерде кертігі бар өзінің. Содан чуть-чуть қана асырып қана ол негізі. Қазір құямыз бұйырса. Бисмилля.
мынаның ішіндегі мен міне мына қараның ішіндегі мынаның қызылдың бойында, яғни бірдей болу керек деңгейі. Қайтадан қалай алып шықтық, солай мынаның ішіне енгіздік. Енді Алланың қалауымен мынау фильтрін ауыстырдық. Мына жердегі басқа да мына фильтрларын жаңа алып шыққан, оларды бензинмен жуып, ішіндегі топырақтың қалдықтарын бәрін алып орнына қойдық Алланың қалауымен.